Сәлем достар, мен бүгін сіздерге капуста мен жұмыртқадан жасалған қарапайым әрі өте дәмді запеканканың рецептін ұсынамын. Егер менің видеом сізге ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, қазақ тілді каналдың дамуына үлес қосып кетіңіз. Алдымен орташа пиязды видеода көрсетілгендей етіп ұсақтап турап шығамыз. Одан соң бір дана сәбізді үккіштен өткіземіз. Және 500 грамм капустаны видеода көрсетілгендей етіп, жіңішке етіп турап шығамыз. Сосын табаның астын қыздырып, сұйық май құйып, пиязды, сәбізді, капустаны қуырамыз. Дәміне қарай тұз, паприка, қарабұрыш, құрғақ, петрушка немесе өздеріңіз қалаған кез келген дәмдеуішті қоссаңыздар болады. Барлық көкөністерді жартылай пісіріп аламыз. Оған дейін 5 дана жұмыртқаны шағып, тұз сеуіп, жақсылап көпіргенше шайқаймыз. Мен көкөністерді шамамен 5 минуттай қуырдым. Енді оны бағанағы шайқалған жұмыртқаға салып араластырамыз. Қызып тұрған табаға массамызды құйып, оттың ең жай жылдамдығында бетін жауып, 5 минут бұқтырамыз. Минут өткеннен кейін осындай ыдыспен кері бетіне төңкеріп, екінші жағында 5 минут бетін жауып бұқтырамыз. Міне біздің запеканкамыз дайын болды. Дәмі ет қосылған тағамнан ешқандай кемшілігі жоқ, өте дәмді болып шығады. Дәл қазір Рамазан айында ауызашарға жасасаңыздар, асқазанға өте жеңіл болады. Сіздермен бірге болған Қайша Нұрбекқызы, астарыңыз дәмді болсын.